Allahu Ekber. Allahu Ekber. Парыз намазы оқығаныңызда, нафил намазы оқығанда қаншалық айырманы біліп отырсыз? Егер нафил оқыған болсаңыздар, аны байқайсыздар. Нафил оқысаңыздар, анда да байқай қалышыңыздар мүмкін. Bir парыз намазы оқыңыз, андан кейін артынан не керек екен нафил намазы оқыңыз, екеуінің айырмасын байқайсыз. Емне үшін? Себебі біз түсініп алдық. Бұл парыз намаз бізге милдетті, ошоны атқармасам Құдай мені азаптайды деген түсінік кіріп алған. Ошон үшін бұл жаңағы адат қылып ошол нерсени Аллаху Акбар деп оқып қойыңыз болды. А екең нафил намаз оқығанда эмне үшін? Аны өз қалуыңыз менен. Құдай мені азаптабайды дагы. Башка да кылбайт. Бұл жөн эле Кудайга жакындоо деген максатмен окуйбуз экең нафил намазды. Ошондуктан оюбуз, пикирибиз уже толугу менен Кудайга барабыз. Экең тимелек ушунчалык жүрөк менен окуп атабыз. Biraz болсо да рахаттанып, башкача жүрөктөрүбүз эс алып калып атат. Нафил намаз окуганда. Же болбосо оразада деле ошондой. Эртең күнү мисалы Пайгамбарыбыз 1-4 күндө ораза кармап жүргөн. 1-4 күндө нафил деп ораза кармасаңыз канчалык рахаттанасыз? Башкача болосуз. Себеби эмне үчүн? Себеби бул Аллахтын буйругу эмес, жөн эле өзүңүз каалап, өз каалооңуз менен аткарып атасыз. Жок, мен ошол Кудай жаратуучу, эч бир нерсе муктаж эмес, толук болгон, эч бир кемчилик жок болгон затка мен жакындайынчы ошого деп аткарып атабыз. А биринчи парызды эмне кылып аткарып калдык? Биринчи парыз ал милдеттүү кылып койгон мага. Мен мойнума жүктөп салган ал. Аткар ооруп атамбы, баш болуп атамбы, ошону аткарышым керек деген түшүнүк кирип калды. Жок, ошону деле нафил намазда кандай ниет кылып, ушунча Аллага жакынай ушул намаз менен деп ниет кылышыбыз керек.